Баршаңызға сәлем. Бүгін біз каркаде сусынын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Жаздың ыстық күнінде салқындатып ішсеңіздер, өте пайдалы болып келеді. Ең алдымен ыдысымызға керекті мөлшерде суды құйып, қайнатып аламыз. Бізге керекті заттар каркаде, лимон және мята қажет болады. Суымыз қайнағаннан соң каркаденің бір пачкасын алып, барлығын ішіне салып, жақсылап қайнатамыз. Міне осылай араластырған кезде бірден түсі шығатын болады. Енді оның үстінен қантымызды салып аламыз және оның үстінен мятаны қосамыз. Келесі кезекте туралған лимондарымызды қосып шығамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенше жақсылап бір қайнатып аламыз да, одан кейін суытып қоятын боламыз. Кейін ешқандай қалдықтарынсыз судың өзін ыдысымызға жақсылап құйып алып, салқындатып іше берсеңіздер болады. Үй жағдайында оп-оңай тәсілмен осылай жасап, холодильникте сақтап, іше берсеңіздер болады. Ас болсын. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.